Бейнеу ауданында Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінде Нұр Отан партиясы және аудан әкімдігінің қолдауымен IT сыныбы ашылды. Мұнда оқушылар веб-дизайн, роботты техника, бағдарламалау негіздері және үздік модельдеу бойынша тереңдетілген білім алады. Салтанатты шара туралы келесі бейнесюжетте. IT-сынып бірнеше оқушыға арналған құрал жабдықтар және компьютерлермен қамтамасыз етілген, ғаламторға қосылған. Сонымен қатар оқушылардың сабақ оқуымен жұмыс істеудегі ескертпе стендтері, робототехника және 3D модельдеу үстелдері орналасқан. Оқушылардың қызығушылығы өте жоғары. Бұл IT сыныбына, робототехника курстарына бұдан да жоғары көрсеткіштер көрсетеді деген ойдамын. Бүгінгі IT сыныбының ашылуына 10 оқушы өз жобасын дайындап, соны таныстырды. Біз үлкен қуаныш үстіндеміз. Рахмет барлығына да. Содан соң шараға қатысушылар IT сыныбының жұмыстарымен танысты. Сыныптағы қолы шебер оқушылардың әрбірі өздерінің жасаған шығармашылық жұмыстары, робототехникаларын көрсетті. Өз жобасымен таныстырғандардың бірі 8-ші сынып оқушысы Бибарыс Сұлтан. Мен қазір 3D принтермен жұмыс жасап жатырмын. 3D принтермен жұмыс жасау үшін компьютерде программалар арқылы керек моделімізді жасап алып, принтерді іске қосып жібереміз. Керек белгілеген уақытында өзі жасап береді. Бұл жерде басқа роботтар құрастырамыз, немесе ардуинолармен жұмыс жасаймыз. Ауданда осыған дейін Бейнеу лицейі мен Бейнеу гимназиясында IT сыныптары ашылып, жұмыстар жүріп жатыр. Нәтижесінде аталған бағытқа қатысушылар қатары көбейген. Бүгінде Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің 40 оқушысы жаңа жүйемен білімін шыңдай бастады. Гүлайна Мерген, Беркінбай Гарабаев, Каспий ақпарат.